Балам көктем келді. Көктем келгенден кейін құстарға да қамқорлық жасау керек. Ұя жасап жатыр. Құстардың да бір ұясы бола ма? Иә, барлық құстардың, әлемдегі барлық жан жануарлардың өзінің ұясы болады. Сонда үйді қай жерге қоямыз? Құстың ұясын өзіміз еккен талдың басына қоямыз. Балам, сен маған көмектесіп жібере қоя. Иә. Ұяны апарып талдың басына орнатайық. Сен жемді алып жүре ғой. Орнатып болды. Енді ішіне жем салайық, ә? Сен жем сала ғой. Көп кетсін, ә? Жарайсың ба? Үйге барайық. Ой, менің қызым тігін тігіп жатыр ма? Анашым, не істеп жатсыз? Қызым, мен сендерге балабақшаға көрпе тігіп жатырмын. Мен бұны білемін. Қошқар мүйізден жасалған. Жарайсың қызым. Бұл қошқар мүйіз, қазақтың оюы. Қошқардың мүйізіне ұқсағандықтан оны қошқар мүйіз деп атайды. Анашым, күштеп жасарсыз. Мен де қиып көрейінші. Жарайды қызым. Міне, қайшыны оң қолыңа абайлап ұста. Көзіңе жақындатпа. Міне, мынаны қия қой. Анашым, қиып бол. Қайшыны қоямыз. Жарайсың қызым, әдемілеп қиыпсың. Енді мына менің тіккен көрпелерімнің барлығын ана әкеңнің жасаған сандығының үстіне апар, әдемілеп жинап қоя ғой. Қызым, келе қасыма отыра ғой. Аналарың шайға кірем дегенше, біз жақсылап ән айтайық, ә? Әкешім тана болған биік шыңым, үйреткен мұны білдің барлық сырын. Жер бетін кезген менен, сендердің көздеріңнен көрмеген жылы бақтым, ішімнен сезбедім мен. Ой, бәрекелді. Әкесі, шай ішіңіздер. Керемет болыпты шайың. Қызым екеуің бірталай жұмыс тындырыпсыңдар. Иә, біз қызым екеуміз оюда, көрпе тігуді үйрендік. Ал біз баламыз екеуміз не істедік? Жұмыс істедік. Құстарға Үй салдық. үй салдық. Дастарханның батасын берейік. Әуелі Алла оңдасын, еш жамандық болмасын. Қызыр қияласын. Бақ берсін, береке берсін. Дастарханның байлығын берсін, денің саулығын берсін. Осы ұл қыздарының аман есен қызығын құлда Алла нәсіп етсін. Алла.